Мысырдан шығу 39-шы тарау. Шеберлер діни қызметкерлердің келі шатырдағы қызмет еткенде киетін киімдерін қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл жүн жіптерден тоқып дайындады. Олар Харонның мына арнайы киімдерінде жаратқан Иенің Мұсаға бұйырғанындай етіп жасады. Ефод деп аталған жеңсіз сырт киім алтын талшықтардан әрі қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл жүн және жіңішке зығыр жіптерден тоқылды. Бұл үшін шеберлер алтыннан балғамен соғып жұп-жұқа тегіс қабықшалар дайындап, соларды талшықтар етіп қиып, қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл жүн және зығыр жіптермен бірге кеселеп тоқу үшін ерді. Сырт киімнің алдыңғы, артқы бөліктерінің жоғарғы жақтарын бір-бірімен байланыстырып тұратын екі иық жапсырмасы да жасалды. Сырт киімді байлап тұратын белбеу де дәл киімнің өзі сияқты алтын талшықтармен және қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл жүн әрі жіңішке зығыр жіптермен жаратқан Иенің Мұсаға тапсырғанындай кестеленіп тоқылды. Екі оникс тасы әшекелі алтын жиектемелерге қондырылып, олардың бетіне мөр жасайтын зергерлік мәнермен Израильдің 12 руының аттары ойылып жазылды. Жиектемелерге қондырылған осы екі тас жаратқан Ие Мұсаға бұйырғандай сырт киімнің иық жапсырмаларына бекітілді. Олар Израильдің үрім-бұтағын рақыммен ескере көр деген өтінішті білдіретін тастар болды. Жеңсіз сырт киім сияқты кеуде қалта да алтын талшықтармен және қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл түсті жүн әрі жіңішке зығыр жіптермен кестеленіп тоқылды. Ол ені мен көлденеңі жарты шынтақтан төрт бұрышты екі қабат етіп дайындалды. Оған асыл тастар төрт қатарға тізіле қадалды. Бірінші қатарға рубин, топаз, изумруд, екіншісіне лағыл, сапфир, алмас, үшіншісіне жақұт, жүзақ, аметист, ал төртінші қатарға зүбәржат, оникс, яспис тастары алтын жиектемелерге безендіріле қондырылды. Асыл тастардың саны 12 болды. Израильдің әрбір руы үшін бір тастан. Осылай әр тасқа Израильдің бір руының аты мөрдегідей ойылып жазылды. Шеберлер кеуде қалта үшін саф алтын талшықтардан арқан тәрізді ширатып шынжыр баулар өрді. Олар алтыннан екі жиектеме мен екі шығыршықта жасап, соларды төс қалтаның жоғарғы екі бұрышына бекітті. Өрілген екі алтын шынжыр бауды осы алтын шығыршықтардан өткізіп, қалған ұштарын иық жапсырмаларының үстіндегі оникс тастарының екі жиектемесіне бекітіп, солармен алдыңғы жақтан байланыстырды. Шеберлер тағы екі алтын шығыршық жасап, оларды кеуде қалтаның төменгі екі бұрышына, оның сырт киімге қараған астыңғы жағынан бекітті. Осындай басқа да екі алтын шығыршық жасалды. Олар жеңсіз сырт киімнің алдыңғы жағында оның артқы, алдыңғы бөліктерінің түйіскен жеріне таман қолтықтың астынан белбеудің үстінен бекітілді. Бұл шығыршықтар қою күлгін баулар арқылы қалтаның төменгі жағындағы шығыршықтармен байланыстырылды. Осылайша кеуде қалта орнынан қозғалмай, белбеудің үстіңгі жағында берік тұратын болды. Бұл жаратқан Иенің Мұсаға бұйырғанына сай еді. Жеңсіз сырт киімнің ішінен киетін сырт көйлек қою күлгін жүн жіптен тоқылды. Оның жоғарғы жағында бас сиятындай ойығы болды. Ал тарқатылып кетпеу үшін ойықты айналдыра жаға іспетті қаптама жасалды. Сырт көйлектің етегін айналдыра қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл түсті жүн және жіңішке зығыр жіптерден тоқылып жасалған анар жемістері, әрі олардың араларында кішкене саф алтын қоңыраушалар кезекпен ілініп тұрды. Харон киелі шатырда қызмет атқарған кезде жаратқан Иенің Мұсаға бұйырғанындай етегінде қоңыраушалар мен анарлар бар
осы сырт көйлекті киіп жүруге тиіс еді. Харон мен ұлдарына арнап бедерлі бәтестен ұзын көйлек тігілді. Бәтестен сәлде мен өзге бас киімдер де дайындалды. Шалбар бедерлі бәтестен тігілді. Жалпақ белбеу, жіңішке зығыр және қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл түсті жүн жіптерден кеселеніп тоқылды. Бәрі де жаратқан Иенің Мұсаға бұйырғанындай болды. Саф алтыннан кішкене тақташа жасалып, бетіне жаратқан Иеге бағышталған деп мөр жасайтын зергер мәнерімен ойылып жазылды. Бағышталудың белгісі болған алтын тақташа қою күлгін баумен сәлдеге алдыңғы жағынан бекітілді. Ол да жаратқан Иенің Мұсаға бұйырғанындай болды. Сонымен келі шатырдың, яғни жаратқан Иемен кездесу шатырының бүкіл жұмыстары аяқталды. Исраильдіктер бәрінде дәл жаратқан Иенің Мұсаға бұйырғанындай жасаған еді. Олар Тәңір Иенің жер бетіндегі тұрағы, киелі шатыр мен оның барлық бұйымдарын Мұсаға алып келді. Әкелгендері мыналар еді: шатырдың ілмек шығыршықтары мен ілгіштері, бөренелері мен сырықтары, бағаналары мен тағандары, қызыл түске боялған қошқар терілерінен жасалған төбе жапқышы мен борсық терілерінен жасалған жабыны, ішкі шымылдық, сырықтары мен қақпағы мен келісім сандығы, барлық қажетті бұйымдары мен және үстіндегі нан тартулары мен үстел, шамдары мен қосымша құрал саймандары мен саф алтын, шам қойғыш және жағуға қажетті май, хош иісті заттар түтетілетін алтын үстел, жағу рәсіміне арналған май, түтетілетін хош иісті заттар, шатырдың кіреберісіндегі шымылдық, шалынған құрбандықтар өртеліп ұсынылатын қола үстел мен оның қола торы, сырықтары және барлық құрал саймандары, тазару рәсіміне арналған қазан астындағы тұғыры мен тағандары мен бағаналарымен бірге аулаға және оның кіреберісіне арналған перделер, арқандар мен қазықтар, Тәңір Иемен кездесетін жер бетіндегі тұрағындағы қызмет үшін қажетті күллі бұйымдар. Сондай-ақ киелі орында киілетін арнайы киімдер, діни қызметкер Харонның және оның ұлдарының қызмет атқарған кездерінде киетін киімдері. Исраильдің өрім бұтағы бұл жұмыстардың бәрінде жаратқан Ие Мұсаға бұйырғандай етіп орындаған еді. Мұса барлығын тексеріп қарағанда, Исраильдіктердің оны дәл жаратқан Иенің тапсырғанындай етіп жасағандарына көзін жеткізіп, оларға батасын берді.